To be етістігін үйренетін боламыз. To be етістігі am, is, are. I есімдігімен am қолданылады. Көпше түрде you, we, say, are мен қолданылады. Және үшінші жақта жекеше түрде he is, she is, it is болады. Құрметті марафонға қатысушылар, to be етістігін жақсылап түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындық тумайды. To be болу деген мағынаны білдіреді және солай аударылады. Present осы жақ түрін қазір түсіндіретін боламын. To be көп мағынаны білдіреді. Соның ішінде біз өзімізді таныстыра аламыз, яғни кімнің кім екенін айта аламыз. Мысалы, I am Наргиз. Мен Наргизбін. I am an English teacher. Мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. I am 27 years old. 27 жастамын. I'm not shy. Мен ұялшақ емеспін. Яғни адам өзін таныстырғанда барлық қасиетін айтқан кезде осы to be етістігімен айтамыз. Бұл to be'нің осы жақ түрі. Достар, to be'ді үйреніп алсаңыздар, ағылшын тілін үйреніп кету қиынға соқпайды. Орыс тілде to be етістігін глаголик, являться, находиться, быть деп аударады. Заттың қандай екенін айтамыз. It's a computer. Бұл компьютер. The computer is black. Компьютер қара түсті. Яғни қара түсті болып келеді деп айтпаймыз, сондықтан қара түсті біздің тілмен. Ал ағылшын тілінде ол the computer is black болу керек. Дәл солай it is a flower. Бұл гүл. The flower is beautiful. Гүл әдемі. Яғни болып келеді деп аудармаймыз. Гүл әдемі деп айтамыз. Ал ағылшын тілінде the flower is beautiful болады. Қал жағдайымызды айтамыз. How are you деген сұрақты өздеріңіз білесіздер. I am well. Мен өте жақсымын. I am okay. Жақсы. I am sad. Көңіл күйім жоқ. Яғни to be етістігімен біз қал жағдайымызды айтамыз. Мысалы, I am cold. Күн суықта. Мен жаурап тұрмын деген сөйлем дәл солай to be етістігімен айтылады. Егер үшінші жақта сөйлем құрағыңыз келсе, he is well, she is деп қоямыз. Көпше түрде we are болады. We are okay. Біз жақсымыз. Мысалы, мекенімізді, ұлтымызды айтамыз to be етістігімен. Where are you from? Қайдансыз? I am from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын. I am Kazakh. Мен қазақпын. Сонымен to be етістігінің мағынасы болу, табылу деген ұғымға келеді. Енді біз сіздермен сұрақ қойылуын және болымсыз сөйлемдерді жасап үйренейік. Сұрақ қойылу үшін ағылшын тілінде әр қашан көмекші етістіктер есімдіктің бастауыштың алдында тұрады. Am I happy? Бақыттымын ба? Is a book interesting? Кітап қызықты ма? Is he our teacher? Ол біздің мұғаліміміз бе? Енді болымсыз сөйлем жасау үшін бізге not жалғау керек. I'm not happy, яғни көмекші етістіктен кейін not жалғауын қоямыз. The book is not interesting. Кітап қызықты емес. He is not our teacher. Ол біздің мұғаліміміз емес. Міне, нақты жаттап алыңыздар, ереже дәптерге жазып алыңыздар. Not жалғауы көмекші етістіктен кейін тұрады. To be етістігінің өткен шақ түрін түсіндірейін. Яғни бұл өткен шақ дегенде етістіктерге қатысты емес, бұл to be етістігінің өткен шағы. Мысалы, I was happy. Мен бақытты болғанмын. Яғни өткен дегенде өткен іс-әрекеттерді білдіреді. Мысалы, she was a nurse. Ол бұрын медбике болған. Ал енді болымсыз сөйлем she wasn't a nurse. Медбике болмаған. Сұрақ қойылғанда алдына шығып кетеді көмекші етістіктер. Was she a nurse? Яғни to be етістігінің өткен шақ түрі was, were. Жекеше was қолданылады. Міне I, he, she, it was болады. Көпше түрде we, you, they, were болады. To be'дің келер шағы will be мен жасалады. I, яғни барлық есімдіктерге will be қолданылады. Сұраулы сөйлем жасау үшін will көмекші етістігі есімдіктердің алдына шығады. Болымсыз сөйлем жасау үшін I will
will көмекші етістігінен кейін not қолданылады. I will not be a doctor. Мен болашақта дәрігер болмаймын. Яғни болашақта біз кім не болатынымызды төбемен айта аламыз. Келер шақ формасы will be. Жаттап алыңыздар. Енді бүгінгі тапсырма сіздерге барынша өздеріңізді таныстыру, тағы қосымша видео болады. Соған қарап өздеріңізді таныстырсаңыздар болады. Жазып жаттап алыңыздар, себебі бір ережені түсініп алсаңыздар, ағылшын тілін меңгеру қиынға соқпайды. WhatsApp группасында практика жасаймыз, аудиозаписпен жасап жіберсеңіздер болады. Түсінікті болды деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік, осы ережені дұрыстап түсініп алыңыздар. Бай-бай.